Assalamualaikum қазақтарым. Исламның келгеніне міне 1,5 мың жыл болды. Осы уақыттың ішінде мисыз, надан, дүмше ғалымдарымыз науқасты емдеу үшін және Құранды оқу үшін де ақша алуға рұқсат берді. Солардың арқасында Құран оқу менен науқасты емдеу бизнеске айналып кетті. Сондықтан олар оны таза бизнеске айналдырып алды. Неге ақша аласың десең, олар сақалаларын Скорпион шағып алған бір тайпаның басшысын Фатиха оқып емдеген соң ақысына бір отар қой алғандар туралы хадисті дәлел ретінде келтіреді. Олар бұл туралы пайғамбарға саллаллаху алейхи вассаламға айтқан кезде ол: "Сендер дұрыс деңдер, қойларды бөліп маған да бір үлесін беріңдер" деп жауап береді. Бұхари, Муслим. 1,5 жыл ішінде дүмше ғалымдардың ешқайсысының миына әлі күнге дейін осы хадисте айтылған тайпаның басшысы мұсылман бауыры ма әлде кәпір ме деген ой келмеді. Бұл хадис өтірік хадис болуы мүмкін, немесе хадистағы тайпаның басшысы кәпір болуы мүмкін. Өйткені мұсылман бауырын емдегенде ол кезде ақы алмаған, ал кәфирден ақы алған. Аллах немесе Жебірейіл періште алейхиссалам Құранды үйреткенде немесе Құранмен емдеу үшін ақша сұрады ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранды үйреткенде немесе Құранмен емдеген үшін ақша сұрады ма? Сахабалар осылай жасады ма? Жоқ. Онда неліктен ұятсыз және ақылсыз адамдар бұл істі бизнеске айналдырды? Неге олар Аллахтан қорықпайды? Өйткені олардың барлығы шайтанның азғыруына еріп, ақшаны Аллахтың шариғатынан жоғары қойды. Сондықтан әлі күнге дейін адасып жүр. Аллах тағала былай дейді: "Шынында да Аллахқа сенушілер бауырлас." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: "Мұсылманның бауыры, ол оған қысым жасамайды немесе опасыздық жасамайды. Бауырына мұқтаждықта көмектескен адамға Аллах оның мұқтаждығына көмектеседі. Мұсылманды қайғыдан құтқарған адамды Аллах қиямет күнінің қайғысынан құтқарады. Ал мұсылманды жабатын адамды қиямет күні Аллах жабады" дейді. Бұхари, Муслим. Сондықтан бауырыңның есебінен ақша таппас бұрын ойланғаның дұрыс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да былай деді: "Шынында да мен өз қауымым үшін имамдардың адамдарды адастыруынан қорқамын." Тирмизи. Зияд ибн Худайр былай деген: "Бірде Омар ибн Әл-Хаттаб менен: сен исламды бұзатын нәрсені білесің бе?" деп сұрады. Мен жоқ деп жауап бердім. Ол оны дүмше ғалымдардың қателіктері, Аллахтың кітабы туралы екі жүзділердің даулары және жаңылыстыратын имамдардың шешімдері бұзады деді. Ад-Дарими. Қорытындыда келер әлемдердің Раббысы Аллахқа сансыз шексіз шетсіз мақтаулар болсын.